Жәмиле Османмен бірге көшеде келе жатып, Сухиламен кездеседі. Сухила оған Алидің түнде мас болып, терезеден үйлену тойының шақыру билеттерін лақтырғанын және керемет той жасаймын деп айқайлағанын айтады. Жәмиле бұл сөздерді естігенде сәл мұңайғанымен өзін сабырға шақырып, Алидің өміріне араласпауға шешім қабылдайды. Ол Сухиламен қоштасып, өз жолымен кетеді. Жәмиле Османмен бірге көшеде кетіп бара жатқанда, кенеттен Али мен Каролинді көреді. Алиді көре салысымен баласын ертіп қаша жөнеледі. Али олардың артынан қуып жетпекші болады. Жәмиле Кемалдың үйіне кіріп, есікті жауып үлгермек болғанымен, Али жетіп келіп, есікті ашып, оған ашулы түрде сөйлейді. Ол Жәмилеге баланы үйде отырып қарауын талап етіп, қайда бара жатқанын сұрайды. Бірақ Жәмиле оған есеп беруге міндетті емес екенін айтып, тыңдамай кетіп қалады. Кемал Алиді тоқтатуға тырысқанымен, ол ашуын баса алмай, Жәмиленің соңынан айқайлайды. Али оған жұмыс істемеуін, ақша беретінін айтып, үйде отыруын талап етеді. Сол кезде Каролин де келіп қалады. Ол Алидің Жәмилеге жалынып жатқанын көріп, ашуланып кетеді. Ертең үйлену тойлары болатынын еске салып, неге әлі күнге дейін Жәмилені жайына қалдырмай жүргенін сұрайды. Жәмиле ешкімге мән берместен, Османды ертіп жұмысына кетеді. Мектепте директор мектепаралық жарыстың жақында өтетінін хабарлайды. Бұл байқауға Мети мен Неджати музыкалық сайысқа қатыспақ. Айлин мен Сонер фермада кездеседі. Айлин әдейі оның ашуын келтіру үшін өз күйеу жігітімді қашан көремін деп сұрайды. Сонер оған қалаған уақытында көре алатынын айтады. Айлин бұған қоса, Мұраттың оған әлі ұсыныс жасамағанын айтып өтеді. Сонер бұл сөздермен келісіп, жақын арада Мұраттың оған ұсыныс жасайтынын айтады. Бір кезде Айлин үйге кететінін айтады және оны шығарып салудың қажеті жоқ екенін, Сүлейманның өзі жеткізетінін ескертеді. Үйге келген Каролин Алиге қарап, неге Жәмилені жайына қалдырмайтынын сұрайды. Али бұл жердің Еуропа емес екенін, ажырасқанымен Жәмиле әлі де оның бұрынғы әйелі екенін, сондықтан оның кез келген әрекетіне бейжай қарамайтынын айтады. Каролин бұл сөздерге ренжіп, егер ол әлі де Жәмилені ойлап жүрсе, бұрынғы әйеліне баруын ұсынады. Али қателігін түсініп, Каролиннен кешірім сұрайды. Университет маңында Берин Ахметтен қашып жүр, бірақ Ахмет оны тоқтатуға тырысады. Берин оның Аминамен кездескенін көргенін айтып, ажырасуды талап етеді. Ахмет мұны мойындағанымен, ажырасудың оңай емес екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ Берин оны түсінбей, ашулы күйде кетіп қалады. Бұл уақытта Али мен Каролин тойға дайындалып той болатын мейрамхананы көріп, қалыңдық көйлегін таңдап жүр. Олар үйге келгенде, көшеде келе жатқан Нариман оларды көріп, Алиді оңаша шақырып, Жәмиле Османды ертіп, басқа жаққа кеткенін және оны біреулер көргенін айтады. Бұл хабарды естіген Али ашуланып, балық сататын дүкенге барып, Жәмиле мен Османның көңілді жұмыс істеп жүргенін сырттай бақылайды. Дау шығармақ болғанда, бір сатушы оны тоқтатып, тыныш кетуін талап етеді. Али ештеңе деместен кетіп қалады. Кешке әйелдер жиналып, Каролиннің қына жағу рәсімін өткізеді. Бірақ бұл дәстүрді білмейтін Каролин көңілді билеп жүреді. Нариман оған жылау керектігін айтады, бірақ Каролин бүгін бақытты күн екенін айтып көңіл көтеруді жалғастырады. Бұл кезде Жәмиле үйінде көңілсіз отыр. Берин анасына бүгін Каролиннің қына жағу рәсімі болып жатқанын айтады. Жәмиле мұңайғанымен бәрі жақсы болатынын айтып, өзін сабырға шақырады. Айлин анасына ертең Метенің мектепаралық музыка жарысы өтетінін айтып, оны қуантады. Осы уақытта Али мен Кемал мейрамханада отырып, ішімдік ішеді. Әңгіме барысында Али Кемалдан сырт киімін неге шешпегенін сұрайды. Кемал оған қалтасында қызметтік қаруы бар екенін және оны үйіне апарып тазалау үшін салып алғанын түсіндіреді. Масайған Али Жәмиленің балықшы шалдың қасында күліп тұрған жүзін ойлап, іштей мазасызданады. Түнделетіп екеуі мас күйінде Алидің үйіне барып, Кемал сол жерде қонады. Таңертең басы ауырған Али Кемалдың жұмысқа кетіп қалғанын байқайды. Ол Кемалдың қаруы диван үстінде қалып кеткенін көріп, сөреге салып қояды. Бұл уақытта мектепте музыкалық конкурс басталып, Мети мен Неджати жарысады. Нәтижесінде Мети мен оның тобы жеңіске жетеді. Бұған көңілі толмаған Неджати іші күйіп таңырқап қалады. Бұл уақытта Али мен Каролин тойға дайындалып, мейрамханаға келеді. Қастарында Кемал мен Нариман және қызы бар. Сол кезде Жәмиле Османды ертіп, әдеттегідей жұмыс істеп жүреді. Бір кезде Жәмиле балықшы шалға мұңая Алидің бүгін үйленетінін айтады.
Балықшы шал оған бұл тек бастамасы екенін айтып кетіп қалады. Той басталар алдында Али ойға шомып, Жәмилені ойлап отырады. Ішімдік ішкен соң, Жәмилені қызғанып, балықшы шалды өлтіруді шешеді. Той басталуға жақын қалғанда Али Каролинді той көйлегімен тастап, ешкімге ештеңе деместен мейрамханадан шығып кетеді. Үйіне барып, Кемалдың ұмытып кеткен қаруын алып, балықшы шалға жол тартады. Мейрамхана ішінде Кемал мен Нариман Алидің ізім-ғайым жоқ болып кеткеніне алаңдап, Алиді іздей бастайды. Олардың алаңдаған жүздерін байқаған Каролин Алидің қайда екенін сұрайды. Нариман оған Алидің ізім-ғайым жоқ болып кеткенін айтады. Каролин бұл сөздерді естіп есеңгіреп қалады. Бұл уақытта Али балықшы шалдың соңынан түсіп қару кезейді. Алайда балықшы шал оған адам өлтірудің оңай еместігін айтып, қаруды одан алып, ішіндегі оқтарды шығарып тастайды. Тек бір оқты қалдырып, қаруды өз басына тақап, шүріппені басады, бірақ тапанша атылмайды. Ол қаруды Алиге қайтарып, енді оның кезегі екенін айтады. Али ойланып, қаруды қолына алады.